Мына қызанақты еккенімізге бүгін 25 күндей болып қапты. Бір күнде ашамыз, Алла қаласа. Қазір бір жүрегін ашып көрейін деп жатырмық. Ал бісміллә. Кән, тартып жібер. Тартып бер. Спокойно тартып ой. Қап тартсаң ашыла береді. Мінеке, еккен кезде қандай еді? Қазір қандай болды? 25 күн болды егілгені. Міне гүлдеп отыр. Бірінші кистаның бәрі гүлдеп отыр, мінеке. Алла қаласа. Гүлдер жақсы, үлкен-үлкен, жапырақтың бәрі таза. Тек мынау жағы дугаға тиіп майысып тұрғаны болмаса, бір орнына келеді. Бұл не гүлдеп жатыр. Құдай қаласа мінеке гүлдер. Мына екінші киста, мына бірінші кистасы. Мына бірінші киста, екінші киста. Мінеке, осыны еккен кезде жерді әбден дайындадық, көрсеттім сіздерге. КамАЗ көң төктік, свежий бар, ескісі бар дегендей. Ой, күйіп кетеді, анау-мынау деген әңгімелер көп болды. Енді бізде бірінші рет егіп жатқан адам емеспіз. Қанша жылдық тәжірибеміз бар, диқанбыз. Аллаға шүкір. Ешқандай күймей, әп-әдемі болып өсіп жатыр. Алла қаласа енді мамыр айының соңына қарай, июньнің бас жағына қарай пісу керек, есеп бойынша. Енді көреміз. Дегенмен де өсуі жаман емес. Аллаға мыңда бір шүкір. Мінеке бәрі гүлдеп жатыр. Бір-ақ рет тамақ бердік капельнимен. Енді осыны ашып болғаннан кейін листовойда и жағы немен де беретін боламыз. Тамшылатып, тамырдан да беретін боламыз. Бәрі гүлдеп жатыр. Астар сәл кішкене қайылып тұр жағы, дугаға тіреліп. Мінеке өстіп өсіріп жатырық. Мына жақта жылыжайымыз да соғып жатырық. Құдай қаласа бүгін сваркасын бәрін бітеміз. Алла бұйырса жақсы өнім аламыз деген үміттеміз.